Құрманың 40 қасиеті. Оразада құрмамен ауыз ашу сүннет, бірақ неге құрмамен ашамыз? Айша анамыздан жеткен деректерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразасын жас құрмамен, ол болмаса кепкен құрмамен, ал тіпті болмаса сумен ашқан. Ғалымдар мұның астарында үлкен даналық барын дәлелдеген. Себебі ауыз бекіткен адамның асқазаны бос болады, қарынның қатты ашуы себепті оған бірден салмақ салу денсаулыққа зиян. Сондықтан күн батқанда алдымен құрмадан ауыз тию ағзаны қантпен қамтамасыз етіп адамға күш-қуат береді. Егер асқазан бос болса, құрма тағамның орнын алмастырады, бос болмаған жағдайда ондағы тамақ қалдықтарын шығарады. Енді рет-ретімен тоқталайын. Құрма құрамында протеин, май, көмірсу үшеуін қатар қамтыған бірден бір жеміс. Бал секілді өте жылдам, 1 сағат ішінде қорытылады. Ал құрамындағы нәрлі, пайдалы заттектер ағзаға тез сіңіп, денеге жақсы таралады. Құрма құрамындағы целлюлоза талшықтары астың қорытылуына жәрдемдесіп, ыдыраған тағам қалдықтарын ағзадан шығаруға жағдай жасайды. Сол себепті бұл жеміс әрі асқазан қызметі бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім ретінде қолданылады. Асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланылады. Құрма көздің көру қабілетін жақсартады. Оның құрамында сәбіздегідей А дәрумені көп. Сондай-ақ ол Е мен Б дәрумендеріне де бай. Мысалы, В1 мен В2 витаминдерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Бұған қоса цирроздың пайда болу қаупін төмендетеді. Құрманы аш қарынға жесеңіз, ішектегі, бауырдағы құрттарды өлтіреді. Құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар. Әсіресе натрий, калий, магний, кальций, темір мен фосфат секілді минералдардың мол қоры кездеседі. Мысалы, құрма құрамындағы темір мөлшері алмаға қарағанда 2 есе көп. Ол гемоглобиннің жұмысын реттейді. Сол себепті құрманы қаны аз адамдарға көп жеуге кеңес беріледі. Егер күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болып есептеледі. Ал құрмадағы калий жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен жүрек талмасының алдын алады. Жүктілік кезінде көптеген әйелдерде біраз уақыт жүрек айнып, физиологиялық өзгерістер болатыны белгілі. Нәтижесінде ағзада калий тапшылығы басталады. Сондықтан құрманың көп пайдасы бар. Ондағы калий ағзаға, миға қажетті оттегін алуға көмектеседі және ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дене терісіне жақсы әсер береді. Мәселен, жас құрма теріге жүктілік пен күнге күйуден түскен дақтарды кетіреді. Құрма құрамындағы кальций мен фосфат болса, қаңқаның, ондағы тіреуіш қозғалтқыш сүйектерінің дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл жемісті үзбей жеу сүйектің сынғыш болуынан және остеопороздан сақтайды. Құрма қатерлі ісік дертінің де алдын алуға пайдалы деседі. Өйткені құрамында микробы жоқ жеміс. Құрманы қалампырмен бірге сүтке қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдары ауруына таптырмас ем. Әрі тамақ ауруы мен жөтелге пайдалы. Осыдан 3 жыл бұрын ғалымдар құрманың жүкті әйелдер үшін жеңіл босануға ерекше септігі тиетінін анықтады. Аллах тағаланың Хазірет Мәриямға құрма жеуге бұйрық беруінің астарындағы хикмет те осы болса керек. Сондай-ақ қасиетті жемістің әйелдердің жүктілігі кезінде және құрсақтағы нәресте үшін де пайдалы екендігі анықталған. Құрма босанған әйелдердің әлсіреген денесін тыңайтып, сергектігін арттырады. Ана сүтін көбейтеді. Құрма болашақ ана ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Ағзаға қажетті суды жүйелеп, бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Құрамында танин көп болғандықтан құрма дене жарақаттарын тез жазады. Шаш түсіп, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу керек. Оны косметикалық маскалардың құрамына қосуға да болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері көп. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қылып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып сергітеді. Араб әйелдері болса, бірнеше ғасыр бойы құрманы ерінің күш-қуатын арттыру үшін қолданып келеді екен. Ол үшін жемісті ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Себебі бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар деседі. Сонымен қатар, құрманы жатар алдында жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы деседі. Құрма құрамында өте көп мөлшерде қант болатынына қарамастан, бұл жеміс адамды арықтататын қасиетке ие. Егер күрішпен бірге пісіріп жесе, семіртеді. Бұл жемістің тойымдылық қасиеті өте жоғары. Зерттеушілер бір құрма мен бір кесе сүт адамға қажетті бір күндік калорияға тең екендігін анықтаған. Медицинада құрманы күніне ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Сондықтан өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Ақпарат пайдалы болса лайк басып, достарыңызға жіберіңіз.